Енді Ася космося, косё, косё, косяда. Мынау қалай кетті? Осындай пусикай косё. Еще что, прогуляемся ғой енді, сөйтіп келістік қой, прогуляемся. Прогулка жасап жатыр. Кішкене соң жүрген бір жерден дауыс шығады. Сен мынандай жерде тұрып. Ё-моё. Короче, әбден издеваться етті кеше бар ғой. Қазір суретке түстім. Кім? Сен. Нұркен, сен әңгімелен қызық емес че? Нұркен бірдеңе жазады. Бірдеңе күлдірткісі келе. Мә бірдеңе. Вообще. Нұркен. Короче, мынандай қойсам бар ғой. Шапағат, Нұркен, сол бәріңе бар ғой. Бидегім келіп тұр қазір. Түгел бәрін жинап алып бар ғой. Отырыс қой. Қойыңдаршы. Ай, не могу. Мен сен... Жоқ, еще қоймайды да. Сен бойың ұзын еді ғой деп. Мен айтам, каблукпен жүргем ол кезде. Спортивкамен келе сағым ғой. Ағам қатты дайындалып кетті негізі. Жоқ, мен көптен бері киінген жоқпын, иман атөре бар ғой. Блин, это прогуляемся. Жоқ, мен обычный лукым сондай. Көшеге костюм шалармен шығамын негізі. Сен конкретно мені реально оригинал түрімді көргің келсе бар ғой, оригинал адам көргің келсе, живой түрімді көргің келсе. Үй салып жатқан жаққа келейін ба? Келсең, кәң бар ма жерде. Вот, сол кезде көресің. А так кешегі мен обычный. Обычный ма? Сен тойға шыққандай болдың просто. Я, сен тойға шыққандағым көретін болсаң, онда вообще ғой да. Мені каблукпен келеді деп ойлаған ғой бұл. Жоқ, мен сен каблукпен келеді деп ойлаған жоқпын ма? Мен сені просто каблук деп ой болған жоқпын мен сен. Вообще кездесем деп ойлаған жоқпын ғой кеше. Бойың кішкентай деп ойламадым. Вот именно. Мәселе бойда болып тұр ғой. Короче, мынандай болып тұрдық қой кім. Мен Айгерім де. Мен қой. Мойның ауырып кеткен ғой, бүйтіп сөйлесіп бірге отырайықшы дегенсің ғой. Тауында қайсысы жақын қайсысы егер. Азат Қазақ бақыт дейді. Будущий келінбе дейді. Будущий келінбе дейді. Азат. Дима. Қанша екен бойы дейді. Білмеймін, много сяғыз. Бойым нормальный менің қойшы дейді. Қатты айтсаң ғой, жермен жексенде болып тастадың ғой. Ну, енді сондай ғой. Күшті ғой, күпкіттей болған дейді. Жақан ағай, бақы пупер отыр ғой, бақы пупер. Нешетерлі адамдар осы қойды. Короче, не ғой, құрметті достар. Мен деген белім ауырып тұр. Сосын біз енді жаңа жаздым ғой, жасым 35-те кішкене қартайып қалдық енді. Бел ауырады, аяқ сыздайды, сырқырайды, енді аяғым сырқырайды, оған енді массаж жасайтын адам жоқ, сипалап ұйықтады түнім. Айымбек ана жақта ұйықтап қалды, беліме мәз жағып беретін еді. Так что мен жатайын ағайын. Сенде өздерің алса, сенде апа көп отырмай мына жерде шығамын дей ама? Мен алса WhatsApp-та күтемін да. Хорошо. Күтемін дегенде, давай, 3 минуттай отырды, сұрайын. Майзын жаға берші бар. Сен, Нұркен, сен көп шайнама айналайын. Көп құртыма түсіндің бе? Давай, пока-ка. Сен құлағын ұстамадың ғой. Пока. Давай. Рахмет.